құрметті оқушылар. Бүгінгі математика, физика және информатика пән апталығының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Мектеп көлемінде ұйымдастырылған апталығымыздың негізгі мақсаты мүмкіндігінше мектептің барлық оқушыларын белсенді қатыстыру, математика, физика және информатика пәндері бойынша білімдерін тереңдету, алған білімдерін тек қана сабақта пайдаланып қана қоймай, өмірмен де тығыз байланысты екенін түсіндіру. Бүгінгі кеште барлық ғылымдардың ішіндегі ең ауыр және ең қызық болып келетін үш егіз пәннің алатын орны ерекше. Олай болса, осы үш пәнге мектебіміздің оқушыларының дайындаған өлең шумақтарына кезек берейік. Қарып ауыр бейнеттен техниканы үйреткен, роботтай адамды тіл бітіріп сөйлеткен, компьютер емей немене. Білмегенді білдірген, өлшеп киім кигізген, барлық істі атқарып, пайдасын елге тигізген, компьютер емей немене. Бәріңіз маған қараңыз, ойынымызды бастайық, алуан түрлі ойларды ортамызға тастайық. Информатика пәнінен көрсетіп біздер батырлық, ой толғалық жүйелі таңдайымызға халайық, бәріне жар салайық. Бүгінгі кештерінде физика елінде, физика тілінде есеп шешіп жарысып, жұмбақ шешіп андысып, шабыттасып шалқысып, есеппен ән салысып, көңілді кеш жасайық, жұмбақ жерді шашайық, ат салысып аянбай, бар өнерге тобы. Ғылымдардың патшасы атанған Эвклид, Фалес, Пифагордан бата алған. Төз бейтін өтірікке, жалғандыққа, жасықтан емес, сен қаталдансың. Ақыл ойды тәртіпке келтіретін нағыз пән математика атанғансың. Жас достар, мұны жақсы ұғайық. Математика пәні құрметтеуге лайық. Дүниедегі құбылыстың мәні де, табиғаттағы қозғалыстың бәрі де. Мүмкін емес есептерсіз түсіну есебіңіз. Ей жарандар, зейін қойып бізді біраз тыңдандар. Ғылымдардың ғылымы, математика, физика, информатика жайында бөлісейік. Ортаға сал ойларды. Жиылған мына балалар, білім жолын қуғандар. Білімді болып жан-жақты, саналы болып салмақты. Шығамын деген биікке, үлкен-үлкен арман бар. Шындықты алғаш таратқан, жол күнімді санатқан. Тауып ғажап жаңалық, жоқтан барды жаратқан. Құштар бәйтеректің көз ұшында көрінген, пирамида орнын алған астананың түрінен. Математика күллі әлемде өз тілімен сөйлетіп, білімнен нұрлы шуаққа шарқырап тарайды. Физика тілдесер табиғаттың тілеген ғой, көз тартар табиғаттың сүреген ғой. Салғаннан айтылған сөз ішілген аз, бәрінің бағынары физика. Алғаш таратқан, жол күнімді санатқан, тауып ғажап жаңалық, жоқтан барды жаратқан, компьютер емей немене. Баспа заңын жұмыр жерге, бақтырып жұлдыздарды ескен жерге. Жансызға жан бітіріп қолға сал, физика. Ауыр бейнеттен техниканы үйреткен, роботтай адамды тіл бітіріп сөйлеткен, компьютер емес. Ғасыр дәуірдің білім берген ұстаз деген қауымның ойға жинап, қайрат, жігер, намысты бағындырар. Математика ғылымдардың патшасы. Патша деп атауы да бекер емес. Оның өмірдің бар салаларында маңызы зор. Әрбір адамның өмірінде математика өте қажет. Менің туыстарымның өмірінде де алатын оны ерекше деп ойлаймын. Мысалы, менің апамның мамандығы медбике. Математиканы білу оған жұмыс істеу барысында қажетті. Дезинфекциялаушы сұйықтықтардың пайызын. Осыдан математика жер бетіндегі барлық адамдарға қажет. Онсыз өлшей алмайды, есептей алмайды және де шеше де алмайды. Математикасыз үй салуға, қалтадағы ақшаны санауға және де қашықтықты мөлшерлеу мүмкін емес. Егер адам математиканы білмесе, автомобильдерді, ұшақтарды, тоңазытқыштарды, теледидарларды және де басқа да техникаларды жасай алмас еді. Математика тілде де, тарихта да, өмірде де, физикада да, химияда да өте қажет. Математика бізге логикалық ойлауға және де нәтиже шығаруға тәрбиелейді. Математика нақты ғылым. Менің тәтем есепші, яғни бухгалтер. Бұл математикамен тығыз байланысты мамандықтардың бірден бірі. Тәтем жалақыны есептеу үшін бөлуді, көбейтуді, қосуды, алу амалдарын білуі керек. Әйтпесе жалақы алатын адамдар зардап шегеді. Сонымен қатар ол салық басқармасына жіберілетін салықты зейнетақы қорына есептелетін ақыны есептей алуы қажет.